Сәлем баршаларыңызға. Мен бүгін кешкі асқа куриный грудка дайындағым келіп тұр. Ол үшін маған куриный грудка, лимон, чеснок, паприка, тұз керек. Мариновкасына 1 сағат бұрын мариновка жасап аламын. Бірінші куриный грудканы бәрін өстіп кесіп аламын. Тұздаймын. Тұзы жақсы сіңу керек. Екі жақтан да тұзын жағып шығамын осылай. Сосын менде осындай терка бар, чеснок өткізетін. Сонымен чесногымды өткіземін. Чеснокты өткізіп болғаннан кейін оны мен куриный грудкаға жақсылап тұрып жағам, шығамын. Чеснокты жағып болғаннан кейін мен паприканы жағамын. Паприканы мен всегда весовой аламын. Бізде Талдықорғанда өзбектер сатады, базарларда. Солардан алған жақсы, олардың дәмдері өте керемет. Сосын лимонды алып, лимонның суын құйып шығамын аздап. Мариновкасын жасап болғаннан кейін 1 сағатқа қойып қоямын. Одан кейін табама сары майды салып, мен всегда сары майды қолданамын. Содан кейін екі жақтан қуырып шығамын. Мариновкасы жақсы сіңген, жақсы болып тұр. Енді екінші жағына қазір аударамын. Қуырылып болғаннан кейін, кішкене қызарғаннан кейін, қуырып болғаннан кейін формама фольганы төсеп, куриный грудкамды түсіремін. Одан кейін майонез жағып шығамын. Осылай. Майонезін жақсылап жағып болғаннан кейін помидорды домалақтап турап, осы майонездің үстінен қойып шығамын. Барлығын осылай қойып шықтым. Енді 180 градусқа 35 минутқа духовкаға саламын. Менде гарнирға күріш, жаңағы біз қуырған майдың үстіне 1,5 кесе күрішті саламыз. Және үсті піштілеп тұрып қыздырып, аударып аламыз. Одан 1 дана чеснок салып, және де 2,5 кесе су құямыз. Су құйып болғаннан кейін бәрін түзілеп қоямыз, араластырып. Және біз тұз салуға ұмытпайық. Тұзды сеуіп болғаннан соң қақпағын жауып, астын басып қоямыз. Бізде духовкадағы пісті. Енді ақырындап теркадан өткізілген сырды алып бетіне себеміз. Менде сулугуни сыр. Тамағымыз дайын болды. Иісі өте керемет. Ас болсын.